Telegram боттағы ағашты біз өсіріп, тегін түрде airdropқа қатыса аламыз және де MTOS криптовалютасын аламыз. OMI платформасы Web3 Solana блокчейнімен құрастырылған. Solana блокчейні жоғарыға көтерілді және де бізге жақсы табыс алып келеді деген сенімдемін. Meta Oasisқа 3 миллион қаражат инвестиция ретінде бөлінген, оның ішінде участник ретінде Huobi крипто кошелегі бар. Яғни бұл серьезный проект деп айтуға болады, сондықтан бәріміз осы Telegram ботқа кіреміз және де airdrop ретінде біз өзіміздің ақшамызды аламыз. Telegram боттың басы мәзіріне өтеміз және де біздің жоғары жақта қарасақ екі монета тұр. Бірінші монета біз прокачка қолданамыз, оны біз шығарып ештеңе істей алмаймыз, тек қана прокачка қолданылады. Екіншісі бізде Kiwi монета. Егер де сізде Kiwi монетасы көп болса, дропты да көп алатын боласыз. Сол жақта мына батырмада таблица лидеров, осы жақта сіз өзіңіз қаншаншы орында тұрғаныңызды көре аласыз. Ал мына жерде левел көрсетіліп тұр, сіздің ағашыңыздың левелі қанша. Осы левелді сіз жоғарыға көтеретін боласыз. Мен 22-ші левелға өту үшін маған төмен жақта көрсетілгенде 3083 мынандай ақ монета керек. Қазір сәтте менде 1493. Өйсіп сіздер прокачка жасайсыздар. Бұл прокачканың пайдасы не десеңіздер, сізге майнингті несі скорсы көбейеді. Мына қазір сәтте менде скорс 156-да 7. Клеймит ету үшін сіздерге мына аяқтағы тұрған батырманы басасыздар. И мына жерде мына батырма тұр клеймді. И мына жерде клейм деген батырманы басамын. Басқан үшін бізге мынандай бонус ретінде бір ящик берді және де 3 карточка берілді. Қазір сәтте процесте тұр екен. Бұл процесс біткеннен Kiwi монетаға сума қосылатын болады 3512. Сосын тест деген сіздер вкладқа өтетін боласыздар. Бұл жақта сіздерге заданиялар доступно болып тұрады. Екі заданияны орындайсыз. Сол екі задание орындаған үшін сізге карточка беріледі. Және де күнделікті мына заданияны сіз күнде істей аласыздар. Осыдан сіздерге бір карточка береді 24 сағат сайын. Қазір мен ол үшін share деген басамын. Сізді Telegramның өзінің чатына лақтырады, сіз артқа қайтасыз и draw дегенге уже бір карточка сізге қосылады. Қазір ящикті бірінші ашып жіберейін, бағана мен клейм еткен үшін маған берді 45%, яғни мына жерде 45%, что маған золотой карточка түседі деген сияқты бір өзінің пайдасы бар. Міне карточканы ашамыз. Карточка ашқан кезде бізге белый поинттар түсетін болады. Міне сары түсті, яғни бұл ішінде point өте көп деген сияқталдырып жасады. Яғни бұл жақты плюс сіздер адам шақырсаңыздар 451 монета сізге бонус түрде беріледі. Біз қайтан draw деген басамыз. Яғни осы жақта сіздер M деген монетаны жинайсыздар. Ашылып жатыр 587. Бұл airdrop достар 26 апрель күні бітеді. Азақ күндері қалды, бірақ та үлгересіздер. Сондықтан қазірден бастаңыз және де қатысыңыз. 1737 дейді. Артқа қайтамыз. Опа, тағы да 2484 point түсті. Монетасы бізде 8677 жиналды. Бұны жинап бізге керек жоқ, тек қана прокачка құртамыз. Сондықтан левелді қазір сәтте көбейтеміз. Мына ағашымыз тоже өсуде, өзгеруде. Көбейттік. 4588 әлі жетпейді. Level 24-пен осы сәтте біз тоқтадық. Енді клеймт етіп, сіздер 24 сағат клеймт ету керексіздер. Неге десеңіздер, клеймт еткен сайын сіздерді комиссия ұстайды газға. Газға сіздер бұл жақта пополнение жасау керексіздер. Кішігірім пополнение жасау керек. Solana криптовалюта ретінде, мына сіздің May дегенге кірсеңіздер, мына жақта сіздің өзіңіздің жеке кошелегіңіз тұрады. Осы жеке кошелекқа сіздер Solana жөру керексіздер. Примерно $1 жеткілікті. Мен бір адамнан өзім құйған жоқпын, просто бір адамнан сұрай салдым, $1 құйып берші деген, Solana мені маған құйды. И бұл $1-ымыз 0.05 па сондай примерно, или 0.5 па. Басында бірінші сіздер клеймт еткен кезде 0.04 Solana стайды, одан кейін 0.001 стайды. Яғни $1-ыңыз ол airdrop біткенге дейін бұлай жеткілікті. Сондықтан достарыңыздан сұраңыздар, или басқа криптовалютамен айналысатын адамдардан сұрап құйдыртып алдыңыздар Solanaға.